Ассаламу алейкум баршаға. Бұл видеода көретіндеріңіз қалай ұнатқан районнан үйді алып, және оны бұзып, оның орнына өзім қалағанымдай, ойымдағыдай үйді салып жатқан жөнінде қызықты мәліметтер бар. Қызық болса, үй салам деген ойыңыз болса, жоспарыңыз болса, салып жатсаңыз міндетті түрде көріңіз, қызық деп айта аламын. Ойымдағыдай үй мен қалаған шағын ауданнан табылды. Оның бір жақсы жері айналасы ашық болды. Биік ғимараттар тұрса өзіме ұнамайтын еді. Сол себептен кімге қажет деп осы таныстарға айтып, керекті материалдарын алып кетсін деп бердім. Бұл бейнеде материалдар алып кетіп жатыр. Бұлардың барлығы керегін алғаннан кейін өзім ауыр техника жалдап толыққанды бұзуға кірістім. Егер осылай бұзуды жоспарласаңыздар, бірден нақты жұмысының барлығына бір саудамен келіскен жөн. Менің жағдайымда әрбір рейске экскаватормен 16.000 теңгеге шықты. Бұл кезде есебіне қателеспесем бір 40-46 КАМАЗдай ма шықты. Бұның барлығы әр рейс 16.000-нан алған кезде өздеріңіз есептеп көріңіздер. Аз ақшаға түсті. Ол тағы бір себебі, мен жай ғана үйді ғана бұзып қолмай, үйдің фундаменті немесе қазақша айтқанда іргетасында толыққанды бұздым. Және де бір 20-30 сантиметрлі жердің бетін алып кетіп, қырып, ағаштар және бетон қалдықтары толығымен жерді тегіс етуге бел будым. Маған көптеген ұсыныстар түсті. Бетон қалдықтарын қалдыр, келесі құрылысқа қажет болады деп. Дегенмен барлығын жаңадан бастап жатқаннан кейін мен толыққанды жаңа материалдан салуға бел будым. Бұл құрылыс жасамастан бұрын міндетті түрде құжаттарын рәсімдеп, барлығы толыққанды көршілерде қарсы емес етіп, бір ауыз айтып ескертіп, бір күн кәдімгідей шаң болатындай болды. Жұмыс түнге дейін жалғасты, бірақ таңертең бастаған жұмыс түнгі 10-дарда аяқталып, мына жұмыстың нәтижесі керемет көзді қуантардай етіп көрініп тұр. Жеріміз теп-тегіс, бірақ деңгейі шамалы төмендеді, дегенмен ойдағыдай болып шықты деп ойлаймын. Сонымен наурыздың басында өзіміз жоспарлағандай жинап қойған ақшамызға көрші елден, мемлекеттен ұсталарымыз келді. Бұрын соңды тәжірибеміз болмаса да сұрап, ізденіп, жұмысты бастауға бел будық. Ауа райы өте жаңбырлы болды. Мына бірінші алып келген арматурамыз, ресейлік арматура деп, оның алып келген жүк көлігінің иесі де айтып жатыр, түсінен өзгешеліктері болады, ресейдің арматурасы бірден білініп тұрады деп. Көкшіл болып тұрады, бұл жақта көкшіл болып тұрады. Мынау таза российский, да? Таза российский. 14-ке 4, ә? 14-ке 4, 3500-ден 200 стропила алып отырық. Стропила. Арғай толық бітпеген сарайымыз бар еді, төбесін жауып, барынша бер жағынан полиэтилен пленкасын жауып, төбесінен мындай көріп тұрғандағыдай жауып қойдым. Бірақ түбі қайтадан шатыр жабуға мәжбүр болдық. Арғай көре жатарсыздар. Сонымен ұсталарымызбен мал шалып, тәуекелге бел буып, қорықсақ та әйтеуір проекті бойынша бастап кеттік. Көріп тұрғаныңыздай жерге, проекті бойынша қай жерге фундамент түседі, белгілеп, көріп тұрған сызықта жертөле немесе подвал дейді біреулер, цокольный этаж дейді. Менде 10-да 10 цокольный этаж түсетін болды жертөле. Соған экскаватор жалдап, топырақты қазып, бір шетке үйіп жинайтын болдық. Күмән көп, қалай салам деген қорқыныш өте көп. Бірақ видеоның соңына дейін қараңыздар, қызықты болады дегенге сенемін. Сонымен жер қазылып жатыр, ұсталарымыз арматур майыстыратын құрылғы жасап жатыр. Мен жұмыс бастаған кезде көзге көрінбейтін көптеген қаражат кетеді екен. Оның бірі құрал жабдықтар, керекті, қажетті материалдар. Оны есептегенмен де қосымша материалдар қажет болуы мүмкін. Және де ескерілмеген заттар болады. Ауа райының қолайсыздығы жұмысты көп тоқтатады. Мен жұмыс бастаған уақытта наурыз айының жаңбырлы болуы үлкен әсер етті. Және де жататын жерінде ескеру керек. Мына видеода көріп тұрғаныңыздай, ұсталар жататын жер суық болғандықтан оған арнайы есік тапсырыс бердім. Есікке олды уақытша емес, дегенмен сол жерде қалады деген есеппен. 12-лік арматура 20 штук. Мына сымнан қанша метр алып
230 kilo. 230 килограмм сым алып жатырық. Алтылығы бұл, қанша болды бағасы? 120 мың деді, бұл. 125 мың ба, сондай сым, 30 qancha ming ha? Ой, қымбат болды бұл да. 80 мың деді ме, 90? Сондай бір нәрсе болды. Темір базарда жүрміз. В общем, ақшаларың көп деп ойлайсың да, үй сала бастаған кезде кәдімгідей миллиондап 200 мың, 300 мыңдап кетіп жатады ғой. Мына очередь таксисттер. Бұл таксист где-то 4 километр, 5 километрдей расстоянияға 6 мың деп тұрды. Зорға 5 мыңға түсті ғой, түспейді вообще, очередь дейді. Бір газелім бар еді, күнде келісіп болған 4 мың ақ беретін. Ол басқа жақта жүр екен. Гидроизоляцияға мынандай пленка, сым мындай алдық. Ана бір рулон тұр. Примерно осылай қазылып жатыр 1,5 метр тереңдікке. Бізде жер асты су төмен орналасқан бұл районда. Дегенмен, Құдай сақтасын деп, мен щебенка тастатып, оның үстіне бір қабат бетон құйдырдым. Қазір көре жатарсыздар. Оның үстіне гидроизоляция ретінде полиэтилен тастадым қалыңын, және оның үстіне сетка қойып, тағы бір бетон төсеуді шештім. Менің үйімнің түрде орналасқандығынан және айналасында үйлер салынып, ғимараттардың көптігіне байланысты бетон тасымалдаушы автокөлік тікелей кіре алмайды. Сол себептен автобетонный насос дегенді жалдамақшы болдым. Оның тағы бір ескеретін жайт, жұмыс орнына қалай келуі. Ашық па, шеткілікті ма, ешерге тіреліп қалмай ма. Менің жағдайымда дарбаза кіші болды, және айналасында құрылыс материалдары жиналып тұрды. Сол себептен көшеге орналастыруды шештім. Тағы бір ескеретін нәрсе, олардың ақшасы. Өзі Шымкент қаласында бірнешеуі бары сияқты, мен түсінгенім бойынша, және бір-бірін таниды екен, бір қойып қалған өздерінің бағасы бар, одан түссе тек қана 10 мың ғана түсіре алдым, және де олардың уақыты бола ма, болмай ма, оғанда көп нәрсе байланысты екен. Жаңа айтып кеткендей, бетонның бірінші қабаты құйылды, оны ұсталар қолымен құйды. Айналасындағы фундамент түсетін, немесе қазақша айтқанда іргетас түсетін басқа да жерлерді көрсеңіздер болады. Міндетті түрде бұлардың астына гидроизоляциялық материал сатып алынды. Мұны көріп жатсыздар, арнайы салдырдым фотосын. Және де айтылып кеткен бетонның үстіне полиэтилен пленкасы төселді, оның үстіне сетка қойылды, және де біз ары қарай бетон насос арқылы бетон құюды жоспарлап отырмыз. Мына гидроизоляция подушканың астына кетіп жатыр полностью. А мына жақтары уже полиэтиленовый пленка. Подушканың арматура. Құдай қаласа, енді осымен қойбасақ. Екінші машина бетон құйып жатырмыз. 9 куб кетіп жатыр енді. Екінші машина 9 куб. Жаңбыр жауып жатыр, жайлап бастады. 29 куб алдық. Толмай қалды ғой. Тағы бір миксер заказ бердік. Жаңбыр құйып кетті.
Бұл іргетасты қаламастан бұрын құрылыс бастауға қолма-қол ақша шығарып қойдым. Сонымен әрбір мексерге қолма-қол ақша беріп, WhatsApp арқылы бейнеге түсіріп отырдым. Мына жерде ең басты нәрсе, ескеретін нәрсенің бірі, бетонның қанша кетуі, қанша артылып қалады, жетпей қалады деген күмән тудырады. Сондықтан бұны ұстаға ғана сенбей, өзіңіз есептеп немесе маман жалдап қанша кететінін ескерген жөн. Білмейтін жердің ой шұңқыры көп демекші, жаңбырдың қолайсыздығы біз қазылған шұңқырды суға толтырды. Тағы да уайымдадық, не болады екен, бетонымыз не болады екен. Дегенмен насос алдық, оған құбыршек жалдадық, былай айтқанда шлангыны құятын жер таппадық, оған көршілер қарсы болды. Сонымен ұзынырақ тағы да қосымша шланга алып, оны арнайы су кететін тәрізге құйдық. Біздің ұсталарымыз отырған ғимараттың төбесінен су өтті. Бағана бастапқыда айтып кеткендей төбесін шатырмен жабуды шештік. Ол да бір қосымша қаражат, жоспарланбаған қаражат қажет етті. Ол да салынып кетті. Әрине ойдағыдай 100% етіп салынбадық, уақытша етіп істелді, бірақ дегенмен осымен әлі солай тұр. Оны да ескерген жөн. Сонымен іргетасымызды ары қарай жалғастыруға кірістік. Суды толығымен шығардық деп айта аламын. Сонымен мына жерде ұсталарымыз қалыпты құрастыруда. Айналасы қалыптар жиналды. Тағы айтатын нәрсе, біз алған ағаштарды қалып, былай айтқанда апалып істейміз, ары қарай шатырға кетеді деген жоспар бар еді. Дегенмен біздің іргетасымыздың көлемінің үлкендігіне байланысты біз қосымша қалыптар жалға алуға шештік. Оған да бір қосымша бір-екі бейне фотоны сала кетемін. Оны да ескеріңіздер. Оның бір арзан болғанмен көлеміне байланысты қаншалықты көп алсаңыз және қанша күн тұрады соған байланысты ол да бір қаражат қажет етеді. Үйдің мықты болуы іргетасына байланысты, ал іргетастың мықты болуы арматураға байланысты деп айта аламын. Арматурды да сапалы алдым және оның байлануына да аса мән берген жөн. Әсіресе бөлінген жерлерге, қосылған жерлерге арматурды бір-біріне байлап кеткен жөн. Көбінесе ұсталарымыз жай ғана ұзын-ұзыннан тастай салып, қосылған жерлерін байламауға тырысады екен. Әрине ол әртүрлі ұстаға да байланысты. Маған сондай ұста жолықты. Оны әрқайсысын байлаттым, сыммен оны да бір көрсете кетемін. Әрине іргетасы мықты болуы жаңа арматураға байланысты. Дегенмен ата-бабамыз жай ғана тастан да іргетас салып, онда 50-60 жыл тұрған үйлер бар. Bu жерде әркімнің өзінің көзқарасына байланысты. Көрші елден келген ұсталарға риза болдым. Істеген еңбектері адал. Қар демейді, жаңбыр демейді. Бетон келіп жатса, ішкен асын жерге қояды да білек салана кірісе кетеді. Еңбегіне адал демекші риза болдым. Жақсы жұмыс атқарады екен. Барлығы жас, айтарлықтай кәрі емес. Күн шамалы шыға келсе, осылай төсек жайларын, киімдерін іліп қояды да басқа жұмыстарын істей кетеді. Және де олар риза болсын деп арасында қалаған тамақтарын да алып отырдым. Жоқ, мына. Қайерден үйрендім сізді? Albek. Şöbegen sim kartı aldık. Жерге апалып құрылып отыр. Мынау кешеге құйған бетон. Кешеге емес, алдың күні құйған бетон ғой. Жаңбырдың суы жиналып қалған. Бірақ осылай құрылып отыр. Мына жерден сейсмопояс жібердік. Арғы бұрыштан сейсмопояс кетті. Мына бұрыштан сейсмопояс. Іргетасымыздың көрінісі жаймендеп өзінің қалпына келе бастаған сияқты. Баяғы жер тегіс жер емес, қазылған шұңқыр емес, іргетастар биіктене көрініп, көздің жауын алып жатқандай. Айтпақшы бағана айтып кеткенімдей, арматурлардың қосылған жерлерінің бұрыштарын мына бейнедегідей байлап кеткен жөн. Шапка турецкий сериалда бар ғой, турецкий сериалдарда. Патша сол сияқты. Дұрыс. Kaça sokulma. Ha?
480 мың алдым. 480 мың теңге алдым. Мына жаңбырда балшықта құйып жатырмыз. Мен ұрлыққа шыққан күні ай жарық болды демекші. Мен жоспарлаған іргетас салатын ай өте жаңбырлы болды. Әрине бұл да Құдайдың ісі ғой. Нұр жауып жатыр деп айтамыз, бірақ дегенмен де кері әсерін де тигізіп жатты. Жаңбырлы күндері барынша қалыпты жоспарға келтіріп, бір жерлерін бұзып, бір жерлерін қойып салып отырмыз. Арасында біз құйған жертөле суға толып қалады, оны шығарумен әлек болдық. Дегенмен осы жұмыстың барлығына шамамен 25-30 күндей уақыт кетті. Бірақ ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Айтпақшы, өздеріңіз байқап тұрғандай барлық бетондарды арнайы зауыттардан тапсырыс беріп алдырып отырдық. Әрине, бұны да жоспарлау керек. Міндетті түрде ауа райы болжамын ескереміз. Қай күні күн ашық болады деген сол күнге жоспарлаймыз. Олар да босамай қалады. Және де бетонның сапасы әртүрлі болған сияқты. Өзіме сондай болып көрінді. Өйткені бетон кепкеннен кейін түстері әртүрлі. Ол да зауыттың сапасына немесе құрамына байланысты шығар. Күн шықты. Қазір ойлап жатырық енді алып бітірген соң сыртына гидроизоляцияны қалай істейміз. Шамалы адам сиятындай қазу керек па. Бұл жақтарын істей аламыз енді. Жерлерін қазып алу керек адам сиятындай. Сонымен бұл іргетас жұмыстары аяқталып, ұсталарымыз жібергеннен кейін біраз уақыт өткеннен кейінгі іргетастың көрінісін көріп тұрсыздар. Әдемі шықты деп ойлаймын, қалай қарайсыздар. Мына жағында 10-10 бөлмелер бар, бер жағында қарапайым бөлме. Ендігі жоспар бұны толтыру топырақпен. Оған тағы да бір ұсталар жалдадық. Әр топырақты салған сайын 20-30 сантиметрге кейін бұны нығыздау жұмыстарын жүргізуді талап еттім. Оған арнайы құрылғы сатып алдым. Ешкімне жалдағым келмеді. Мына сіздер көріп тұрғаныңыздай бірнеше қабаттан кейін осылай нығыздап отырды. Және де іргетас салғанда міндетті түрде құбырларға арнайы тесіктер қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің тәжірибемнің жоқтығыма мен соны ұмытып кетіппін. Сонымен жұмысымыздың келесі қадамына қарай көштік. Ол деген жертөленің төбесін жабу. Алдағы жоспары бойынша плиталар қоятын болған едік, бірақ мекемелердің барлығы тапсырыс алып қойып, 1-2 айда босамайтынына байланысты біз төбесіне монолиттен плита құюды жоспарладық. Оған арнайы көріп тұрғандағыздай телескоптық стенд немесе стойка деп те атайды, соларды жалға алдық. Үстінен қалыптарды тегістен тастап, полиэтилен төсеп, соның үстіне бетон құятын болдық. Бетон құятын арматураның арақашықтығы 14 сантиметр болды, қателеспесем. Оның үстіне сетка тастайтын болдық, ең қалың түрін. Бетонның қалыңдығы шамамен 25 сантиметр болатын болды. Мына сіздер көріп тұрғандай сетка. Енді біз тапсырыс берген бетонды күтудеміз. Айтпақшы, ұмытып кетіппін ғой. Астынан тіреуіштердің әрқайсысы шегемен бекітіліп қағылып тұрды. Міне арақашықтарын шамалап көрсеңіздер болады. Бұл да құйылатын бетонның салмағына қарай өлшеніп, арақашық таңдалды. Күннің ыстығына байланысты бетондар тез қатып қалмасын деп жұмыстар тез жүргізіліп жатты. Және бетонның әрбір тесікке толығымен сіңіп, толыққанды жеткізуіне мән беру үшін біз электрлік тереңдікке арналған вибратор сатып алдық. Бетон жұмыстары аяғына таяп қалған кез және күннің ыстығына байланысты бетонның беті қатып қалмауына аса мән берген жөн. Бұл жағдайда бетіне су сеуіп тұрады жиі, немесе кейбіреулер ылғалдаңа шүбірек жайып, оның үстіне су себеді. Бұл бетонның толыққанды бір қалыпты қатуына үлкен әсер етеді.
Сонымен қатар жертөлеге түсетін баспалдақты да құюды жоспарладық. Оған жерді нығыздап, арнайы баспалдақтарды құйдық. Сол жақ бетіндегі дуалымыз немесе қабырғамыз құлап кетпесін деп оған арматураларды көптеген жерлерден қағып, сым байлап, ол жағында бетонмен әдейілеп құйдық. Сонымен көзге көрініп тұр, әдемі болған сияқты. Сонымен монолит толығымен бітті. Қасындағы жандағы баспалдақ та аяқталды. Гидроизоляцияны да жасап кеттік. Оған битумдық құрамында битумы бар арнайы гидроизоляция алып, баспалдақтың болатын жерлерде астары сырланып кетті. Жертөленің ішіндегі көріністі көрсеңіздер болады. Үй саламын десең, Құдай өз сәтін салады екен. Арада бірнеше ай өткеннен кейін осы ұсталар қайта келіп үйді тұрғызу басталып кетті. Оған арнайы күйдірілген қыштан үй көтеру жоспарладық. Айтпақшы, іргетастың ішіне топырақ толтырып жатқан кезде жүк көлігі бар еді ғой. Сол жүк көлігінің иесі кірпішті дәп келеді екен. Маған бірнеше фотоларын көрсетті. Маған қыштың сапасы өте қатты ұнады. Сонымен қажет кезінде жеткізіп отырды. Онлайн аударылым арқылы бірден аударып жібересің. Менің болуым да қажет емес. Баяғыдай заман емес. Зауыт басында тасты күтіп отыратындай, кезекті күтіп отыратындай. Заман дамыған, құрылыс қарқынды жүріп жатты, өзімнің ойымнан шықты. Үйімнің көрінісі жаймендеп өзінің проектісіне келе жатқан сияқты. Так, мына жер салынып жатыр. Oradan şaştı değil mi? Мына кіре беріс. Мына кухня. Туалет, душ, спальня. Лестница. Зал. Ана мусорларды бүгін шығару керек қой. Шығарып қойыпты ғой. Бүгін четверг. Мынандай үй көтерілді. Сонымен үйіміз ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Білесіздер ме, нені ұмытып кеттім? Үйдің ішіне жертөлеге түсетін баспалдақты. Оған арнайы арматураларды қабырғаларына қақтырып, дәнекерлеп, мықты болсын деп жасадық. Сонымен үй осы. Ендігі жоспар үйдің төбесін жабу, шатырын жабу. Оған 1 жыл күтті, 1 жыл арасында ішіндегі топырақ отырды. Сонымен оған басқа ұсталар жалдап, үйдің төбесін, шын айтайын, 10 күнде жауып берді. Мен өзім таң қалдым, мықты ұсталар екен. Өздері 3 жігіт, 3 жігіттің жапқан шатыры бір тамшы су түспеді ғой ішіне қарай. Сонымен керемет шықты. Мына айтып кеткендей ішке түсетін баспалдақ. Айтпақшы, баспалдақ салар кезде де стандарттарды ескерген жөн, биік болып кетпеген жөн. Әрбір сатысы өзінің арнайы өлшемі бар. Содан төмен болмасын, оны да ұмытып кетпеңіздер. Ұсталарға сеніп отырсаңыздар, ойыңыздағыдай шықпауы мүмкін. Бірақ дегенмен адамына байланысты. Шатыр жауып жатқан бейне роликтер болмай қалды. Тек қана
бірнеше фотолары бар екен. Сонымен көріп, бастапқы көрініспен болған көріністі салыстыра кетсеңіздер болады. Осы уақытқа дейін шыдап көрсеңіздер, үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге бұдан да керемет үй бұйырсын. Барлығының көкейінде жүрген ой шығар үй салу деген. Дегенмен сол армандарыңызға жетіп, үйлеріңізде той болсын. Ұнаса лайк басып кетіңіздер, және тіркеліп кетіңіздер. Мынау менің шатырымның ішкі көрінісі. Ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Келесі қадам бізде терезе салу еді. Мүмкін мен асығып кеттім, бірақ дегенмен терезені жоспарлап қойыппын. Сонда да терезе салған соң үй керемет бір көрікке ие болды. Қарап кетсеңіздер болады. Ары қарай да видеолар болса салып жатармын.